Ассалаумағалейкум құрметті достар, кезекті тапсырыс JD.ru сайтынан. Бұл жолғы тапсырыста смартфон, сол JD сайтынан тапсырыс берілген. Неке тағы да бір осындай бір зарядка салып жіберген екен. Сирек ретінде болар. Қазір көреміз. Неке осындай бір LTV деген Қытайдың аты шулы атақты нелердің бірі. Мінекей достар, осындай LTV деген смартфон сыртында мінекей өзінің чехолы бар ма? Чехол бар екен. Мінекей дизайны осындай, безрамочный стильде жасалған. Сосын ашамыз, қазір комплектісінде не бар екен көріп жіберейік. Охо, неке мынаны қараңыздар. Мына яқтан тартсақ, екінші жағы ашылады. Сонда өзінің механизмі бар екен. Мына жерде өзінің иголкасы. Яғни бір шетінен иголкасы, екінші шетінен инструкция шығады. Неке мынандай өздерінің фирменный кабелі. Жаңа менің каналымды көрген болсаңыздар, бір AUK деген беспроводной зарядка келген. Соған ұқсап кетті негізі. Неке USB Type-C. Неге жаңа стандарт. Сол жаңа AUK-дің жаңа беспроводной зарядкаға ұқсап кетті. Беспроводной зарядка болса тіпті керемет болар еді деген ойдамын. Неке осындай. Ішінде мына жерде зарядка болу керек еді, бірақ осы JD сайтынан неге екені белгісіз. Зарядканың орнына елдер осындай JD-дің өзінің рекламасы жазылған осындай бір зарядка салып жіберетін болыпты қазіргі кезде. Бұл мінеке мына LTV деген Қытайдың бір атақты жаңағы компанияларының бірі, өте үлкен корпорация десе болады. Бұл жаңағы LTV деген өздерінің жаңағыдай Қытайды YouTube-қа запрет қойылған, оны білетін шығарсыздар. Сол YouTube сияқты өздерінің сервистарын ұсынатын Қытайдың жаңағы бірнеше компаниялар бар. Соның ішіндегі ең мықтысы осы мықтыларының бірі десек болады. Осы LTV компаниясы. Олар өздерінің жаңағы телевизорларын шығарады. Сол жаңағыдай интернет сервистарын қосылған сондай телевизорлары бар, Smart TV деген. Жаңа JD сайтында сатып жатыр. Өкінішке орай біздің Қазақстанға доставка жасалмайды. Тек Ресейде ғана. Жүр қызық чехол екен, әрине ашылды. Неке рамкалар осындай бір металл. Жап-жақсы телефон, неке арт жағы глянцевый. Қолға ыңғайлы десе болады. Мінекей достар, настройкасына кіріп қарадым, ағылшын тілі бәрі бар. Бұл смартфонның техникалық характеристикасы жаңа Helio X10. Жаңа MTK-ның топовый процессоры, 3 ГБ азу және 16 ГБ өзінің жадысы бар. Өкінішке орай флешка салынбайды. Мына жерде 2 симка салынады. Блокқа салу батырмасы және іске қосу батырмасы. Төмен жағында мінекей динамик, микрофон және USB Type-C жаңа стандарт. Сол жағында дауыс реттегіш батырмасы және мынандай өзінің переключателі бар. Жоғары жағында жаңа гарнитурға арналған ашық және икпорт. Бұл икпорт жаңағы үйдегі техниканы басқаруға арналған. Неке настройкасына кіріп көрсеңіздер, неке барлығы орыс тілінде. Неке X600 Android 5.02 версиясы. Неке достар, неке осындай ғана смартфон. Неке шеті мынандай қап-қара рамкалары бар. Бұл өз тұрған кезде бір рамасы жоқ сияқты көрінеді негізі, бірақ Неке былай ашып қарасаңыздар рамасы
бар қолымда да, кішкентай емес, әжептәуір, бірақ в принципе онша білінбейді. Артқы камерасы 13 мегапиксельді, тағы айтуға болады. Алдық камерасы шатаспасам 8 мегапиксель болу керек, не болмаса 5 мегапиксель. Мінекей артқы жағында екі түсті светодиодты жарық шамы бар. LTV деген логотипі өзінің. Мінекей осындай ғана смартфон, рамасы темір. Негізі әдемі көрінеді өзі. Мінекей қолға ұстағанға да солидный көрінеді, ыңғайлы. Мінекей осындай бір смартфон. Қытайдың жаңағы LTV үлкен алпауыт компаниясы шығарған. Мінекей достар, әзірге осы. Назар қойып көргендеріңіз үшін рахмет. Айтпақшыдай және бір айта кететін жайт, мінекей USB Type-C'ді білетін шығарсыздар, жаңа стандарт. Мынандай екі жағымен де сала беруге болады. Және мінекей екінші жағындағы обычный стандарт USB. Бұл USB-дің де бір ерекшелігі. Бұл да мінекей мынандай екі жаққа да бүйтіп ауысып салына береді. Осында бір өзінің артықшылықтары, ерекшеліктері бар смартфон. Мінекей осы достар, назар қойып көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше.